Қай жақтан келіп жатсың? Не жаңалық болып жатыр? Америкадан шеше білесің ғой. Не жаңалық Тишон? Жаңалық телевизорда бар ана. Не жұмыс істеп жатсың, айтшы. Стройка шеше білесің ғой. Машина ойнатып жатыр. Азан шақырып қойған есімім Тишон. Алдап жіберсең бизнес қой. Айтпайсың ба? Неге айтпайсың сен сонда? Үйдегілер айтпа деді сол. Мен білем мысалы, айта Ой, берейін сен ба? қойшы Тайбол. Бас береді ғой маған. Саған негізі бас керек жоқ. Біреудің басымен өмір сүріп жүре берсең. Енді Тишон бір емес. Жоқ, сен... Давай. Тез айтшы. Күтіп отырып қой. Сен деп отыра береді. Пиздеш болмай отыршы. Басын айтпа, біз басын тауып аламыз. Вообще демеш. Давай. Бұны, бочкаға сақтаған сияқты ғой. Күле заңдашы Тайбол. Буфеттегі әйел ма? Жоқ, шеше еркек. Екі оқиға ғой негізі. Осын бітіріп алсаңдаршы. Білем, оған не айтамыз? Ертегі бір нәрсе айтып бересің. Асық кеткен деді қойшы. Елдің кенже ма? Жоқ, ешкім жоқ жерде. Карьераң сол кезде басталды ғой. Қоя тұршы. Сосын іштің family part. Сосын сондай болды деп бітіре салайын ба шешемен. Мида ашты бердіңдер. Сен код білесің ғой, е? Білмеймін, мен сұраймын ғой. Орыс па не? Қазақ қой, шешеңа нормально. Алматыда жүріп қайтамыз демей тұрып, сындырып алу керек. Ойлап отыр ғой сен. Қойшы деймін, білә, мына қоймай деймін.